мен атым Шолпан, 58-дегі кісімін. Мен мысалы бар ғой, атомид алдым, атомида хемакимді алдым да іштім. Бала шағамызбен іштік. Негізі біз как раз пандемия кезінде бала шағамызбен іштік. Менде сахар бар еді. Сахар где-то 10 ба сондай еді. Осы хемакимді ішіп, мен сахарым түсті. Мен почти кеше ғана тексердім, нені тапсырдым, жаңағы қандарымды. Результаты жақсы деді анамыздар. Мен оларға деп айтқан жоқ, врачтарға өзім ойланып қоямын. Осы хемакимнан екен деп сразу ойладым да. Содан кейін мен пандемия кезінде ішкен кезде, енді қазір де ішіп отырмыз ғой, пока до этого ішкен кезде балам неде істейтін, заправкада менеджер болып істейтін. Баламның менеджерлік талай балалар қайтыс болды да, нелер жаңағы несі пандемия кезінде. Бастықтары да 1-2-3 бастық қайтыс болды. Сонда балама күнде мен азандықтан тұрамын да, осыны беріп ішкізіп жіберемін. Постоянно сразу балам ішіп ал деп ше. Сол үшін тұрып ішкізетін. Балам айтты, мама деді, мынау керемет күшті екен деді. Мынау деп барлығына күшті екен. И күшті де береді, жаңағы ешқандай не без маска жүрді ғой сол балам сол кезде. Сол кезде балам қазір 35-те. Сол мақұлдаған балам ше. Мынау алыңыздар, өте керемет, мына алып жатырмын, тағы да заказ берген кісілер бар. Неше уақыт ішіңіз сахар? Мен шын айтсам көп ішкен жоқпын, потому что оны общий алып іштік қой ол кезде. Ол кезде общий іштік қой. Сон бір ары келсе екі коробка іштік надо. Екі коробка алып іштік ше. Өзім ойлаймын, сол хемакимнің несі ау деймінші. Организмнан байланысты ғой, әр организм әр түрлі. Абрам басқа нәрсе ештеңе ішкен жоқпын. Сол кезде мен аяғым операция істеген, сол кезде турматин алып іштім. Турматин, сол твай аяғымда хемакимнен жаңа барлық жерім қазір Құдайға шүкір деймін. Бірінші Алла, екінші тоба, осы Атоми компаниясының рахметімді айтып жатырмын. Шын керек, үй ішіме де айтып жатырмыз. Сол тағы да келдім алуға, келдім бәрі. Молодцы. Тағы да басқа заттарды алдыңыз ба? Хемакимнан басқа заттарды? Омега-3 алдым. Омега-3 алған кезде такой нервный етін да, басым пустая, прям күшті болып жүрдім ғой өзіме. Кальцийін алғам, көп нәрсесін алдым енді. Анау кофелерін іштік. Енді бір ұнамай қалған зат жоқ па? Бар ма? Ұнамаған зат жоқ, бәрі ұнады. Бәрі ұнады да? Не алсаңыз да влюбляетесь прям, да? Иә. Содан кейін хемаким ішкенде сразу ше кожаңды да, тағы бір нәрсе айтайын деген, мен қолымның мына жерлерінде қап-қара дақ етін. Кәдімгі мен ойлағым, ойбай, қартайған несі осы екен ғой дедім да. Болады кемпірлерде олар қап-қара дақ. Пятно. От печени, да, білмеймін ғой. Иә. Осы кетіп қалды ғой мен, қараңыз, вообще ештеңе жоқ, мен таң қалдым ғой, кетіп қалды. Ой, керемет. Атомиға рахмет енді осы. Бірінші Аллаға, екінші Атомиға рахмет деп айтамын мен. Шын керек, шыны ешқандай өтірігі жоқ, өте пайдалы нелер, продукциялар дейді. Ой, Шолпан апай, рахмет сізге көп. Сіздің арқаңызда талай адамдар осыны естіп, емделсе деп біз енді тілейміз. Ем болсын бәрімізге. Аумин бәріміз. Керемет. Рахмет сізге көп.